Дәрігерлік жауапты мамандық. Мұнда адам тағдыры тұрғандықтан еш қателесуге болмайды. Бұл ретте дәрігерлер үнемі білімін жетілдіріп, ізденіс үстінде болып, өз саласында ем жүргізудің барлық тәсілдерін жетік меңгеруі тиіс. Осы ретте біз өз айдарымызда 35 жылдық жұмыс тәжірибесі бар білікті маман, кардиология саласында жемісті еңбек етіп, халықтың алғысына бөленіп жүрген Нина Переседова жайлы баяндамақпыз. У нас в семье были врачи. Біздің отбасыда дәрігерлер болды, бірақ олардың осы мамандықты таңдауға қатты әсер етеді деп айта алмаймын. Біздің кезіміздегі жастар қиялшыл келетін. Менің романдар ішінде ең қатты жақсы көретін кейіпкерім Эрнесто Че Гевара болды. Ол да дәрігер болатын. Мектепті бітірісімен Нина Ивановна Қарағанды қаласындағы медициналық университетке оқуға түседі. Ол бірден кардиология саласын таңдаған. Нина өз мамандығының өзіне тән қызығы мен ауыр тұстары бар екенін жасырмайды. Это именно функциональная диагностика, то есть мы исследуем функцию. Бұл суреттер емес. Біз бұл жерде жүрекке орын алған өзгерістерді зерттейміз. Ауруға дұрыс диагноз қоя аламыз. Функционалдық диагностика әртүрлі ағзалар мен жүйелер қызметтерін, негізгі зерттеу әдістерін теңерінен меңгеруге мүмкіндік береді. 35 жыл бұрын Нина Теміртау орталық ауруханасына жас маман ретінде жұмысқа орналасады. Ол өзінің алғашқы еңбек еткен жылдарын сағынышпен еске алады. Было замечательно. Алғашқы жұмысқа орналасқан кезімде бәрі жақсы болатын. Жас мамандарды қашанда үйретуден жалықпайтын ұстаздар болды. Мен жұмысымды өте жақсы көремін. Өз ісіме бар талантымды салуға тырысамын. Қиындықтар еңбек жолымда кездесе бермек. Функционалдық диагностика зерттеу әдістер жиынтығын қолдаумен организмдегі ағзалар мен жүйелерінің қызметтік жағдайларын бағалауға, әртүрлі аурулар кезіндегі зақымданған ағзалар мен жүйелерінің қызметтер бұзылуларды анықтауға және ауруының дұрыс диагнозды белгілеуге мүмкіндік беретін клиникалық медицинаның құрамдас бөлігі. Функционалдық диагностиканы меңгеру жалпы медицина мамандығындағы оқитын студенттерге дені сау организмнің жалпы өмір сүру заңдылықтары мен клиника алды және клиникалық пәндердің дағдыларына ие болу үшін өте маңызды. Әртүрлі ағзалар мен жүйелер қызметтерін, негізгі зерттеу әдістерін тереңіне меңгеруге мүмкіндік береді. Сейчас это очень принято, скажем так, делать карьеру. Қазіргі таңда мансап қуу қалыпты жағдай. Мен өзімді еш қинаған емеспін. Жалпы жұмыс жағынан жоғарылау еш қажет болмады. Өйткені өз мамандығым маған ұнайтын. Қазіргі таңда Нина Ивановна ауруханадан бөлек Теміртау медициналық колледжінде ішкі аурулар пропедевтикасынан сабақ береді. Бұл терапияға кіретін ғылым. Пациенттерді зерттеу және емдеу принциптерін, әртүрлі патологиялық жағдайлар мен ауруларға тән негізгі симптомдарды зерттейді. Нина адам жанының арашасысы. Ақ халаттылар жайлы көп адам білуі керек дейді. Себебі көп жағдайда олардың еңбегі еленбей жатады. Да. Для наших жителей, безусловно, нужна такая рубрика. Мұндай айдар өте қажет. Себебі халық біздің жұмысымыздың маңызын білмейді, түсіне бермейді. Біздің де адам екенімізді естеріне алса деймін. Көбінде тұрғындар жұмысты түсінбей, алып қашпа сөздерге көп назар аударады. Медициналық оқу орнына түскен студент адам өмірі үшін күресуге Гиппократ антын береді. Дегенмен кейде дәрігерлер қызметінен наразы жандар кездесіп жатады. Сол себепті осы мамандықты таңдауда алдымен жақсылап ойлану қажет дейді Нина. Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандықты таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейді.